студенттер мен құрметті студенттер, бүгін біз сіздермен әйелдер шалбарының алдыңғы бөлігінде, алдыңғы тігісінде орналасқан сыдырма түймеліктің өңделу технологиясын өтеміз. Ол үшін бізге қандай құрал жабдықтар және пішіндер қажет. Өздеріңіз қарап отырғандай, мен шалбардың бүткіл несін алған жоқпын, ұзындығын алған жоқпын. Өйткені біз тек қана сыдырма түймелікті өңдейміз. Шалбардың екі бөлігі, алдыңғы екі бөлігі. Сонан кейін шалбар пішілген кезде бірге пішіліп берілетін әдіп. Одан бөлек, одан тыс пішілетін тағы бір әдіп. Сонан кейін осы әдіптердің ішкі жағын қатырмалайтын қатырма маталар. Қатырма маталарға сіздер білесіздер, бізде фрезерин жатады, дублерин жатады. Сонан кейін сыдырма бауы, сыдырма түймеліктің сыдырма бауы. Сыдырма түймеліктеріміз біздің ұзындығы әрқалай болады. Бізде қазір 22 сантиметрде болады сыдырма бауы. Сонан кейін тігіншінің арқардай құрал жабдықтары, керекті құрал жабдықтары болу керек. Оған сызғыш әлбетте, тігінші боры, сонан кейін түймеліктер, қайшы. Қайшымыз қағаз кесетін қайшы емес, кәдімгідей мата пішетін қайшы болу керек. Сонан кейін көктеу жібі, инесі, әлбетте сантиметр таспасы болу қажет. Енді операциямызды бастапқа неден бастаймыз? Операциямызды бастапқа біз бағанаға қатырмалаудан бастаймыз. Сол себепті қатырмалау өтік үстеліне қаратай жүреді. Келесі кезекте біз бағанағы өзіміздің шалбарымызға қатырма маталарды жабыстырмас бұрын өзіміздің бағанағы сыдырма бауымыздың екі жағын өтіктеп алуымыз қажет екен. Бұл не себепті? Ертеңгі күнде киімді жуып кигеннен кейін бірнеше рет жуғаннан кейін осы бауымыз деформация беруі мүмкін екен. Ал деформация берген кезде сіздер өздеріңіз білесіздер, түймелігіміз қайтып қалады, жиырылып қалады екен. Сол себепті түймелігімізге сыдырма бауды тікпес бұрын оны бастапқы ылғалды өтікпен басып алу қажет екен. Енді екі жақ әдібіміздің сол жағына қыздар бір балақа жасап қоймаймыз. Сол жағына қатырма маталарымызды бумен отырғызады екенбіз. Ал енді сіздер дүкеннен қатырма мата алатын кезде дүкенде көп жатып қалып қалған қатырма матаны сатып алмай тексеріп алуымыз керек екен. Егер де қатырма мата уақытынан көп жатып қалатын болса, ол жабыспайды. Ертеңгі күні киімді бір жуғаннан кейін ол бөлек алынып қалатын болады. Сол себептен қатырма матаны тексеріп алу керек. Ал оны біз қалай тексереміз? Оны біз дүкенге барған кезде қолымыздан мына бүршіктерді бүйтіп ұстап көру керек екенбіз. Ұстап көрген кезде кебу болатын болса, ол көп жатып қалған қатырма мата. Ал егер де ол ылғалды кішкене жабысқақ болатын болса, бұның кәдімгідей желімі жақсы деген сөз. Ертеңгі күні бұл өзіміздің детальдарымызға жақсы жабысып, бізге көп қызмет етеді деген сөз. Түйістік қатырма маталарымызды бастыра буменен өтіктейді екенбіз. Бастырып бумен өтіктегеннен кейін оны тез арада ала салмай, ылғалдығы кеткенше басып тұрады екенбіз. Міне. Келесі жақ тоже солай. Так, енді бөлекше пішілген әдібімізді де жалпы қатырма матамен бастырады екенбіз. Қатырма матамен бастырғаннан кейін бұны екіге бүктеп қырлаймыз. Ылғалдығын кетіреміз. Келесі операция қыздар. Бізде шалбардың алдыңғы бойын өң жағымен теңестіріп,
бел қиығы, жан қиығын, ортаңғы қиықтың бәрін тепе-теңдей қылдырып теңестіріп аламыз да, ортаңғы тігісті енемен көктейді екенбіз. Енемен көктеп, әдіптен, мына берілген әдіптен 2 сантиметр шыққан кезде көктеуімізді тоқтатып бекіту тігіс жасайды екенбіз. Бекіту тігісті жасап алғаннан кейін әдінібімізді әйелдер түймелік жағына өңдеуді бастаймыз. Оны қалай жасаймыз, қыздар? Оны шалбардың бел жағын өзімізден тыс орналастырып, балақ жағын өзімізге қаратып, мына әдіптің біреусін, сол жақта орналасқан әдіпті бүгіп үтіктейді екенбіз. Бүгіп үтіктемес бұрын, қыздар, мына берілген сызықты көктеуіміз қажет. Енді, қыздар, қараңыздар. Әйелдер жағы мен жоғарыда айтып кеткендей, сол жақ қолымыздан мына әдіп бүгіледі екен. Әдіп бүгілген жерін сіздер көріп отырсыздар, мұндай қып көктейді екенбіз. Екінші жақ, бағанағы сыдырма түймелігіміз қосылудың шектеу үшін екінші әдіпті де шет жағын көктеп шығады екенбіз. Көктеп болғаннан кейін екінші жақ әдіпке 1 сантиметр белгілеп қосымша көмекші сызық жүргізеді екенбіз. Қосымша көмекші сызығымызды бормен белгілеп алып, асықпай өте мұқият, қыздар, мұны бүйтіп артқа қайырып қойсаңыздар да болады. Өте мұқият не істеп аламыз? Сызып аламыз. Сызып болғаннан кейін сызған жерімізден бүктеп қайыра көктейді екенбіз. Шетінен 1 миллиметр менен, қыздар, қайыра ерінбей тағы бір рет көктеп алады екенбіз. Бұның бәрін үтікпен де жасауға болады, бірақ та түймелік өте қиын болғандықтан, сіздер бірінші рет жасайтын болғандықтан, көктеп алу абзал. Кедергі жасаса, бір балақты қайырып қойып, асықпай көктеп шығамыз. Қайыра көктеп шығамыз. Болды. Өңдеу. Келесі өңдеу жұмысы, қыздар, біздің тігін машинасымен сырып тігу жұмысы екен. Сырып тігеміз. Қай жерді сырып тігеміз? Мына орта тігісті әдіптің бақылау сызығынан бастап, алдында біз сіздермен естеріңізде болса 2 сантиметр берілген әдіптен шыққан едік. Содан бекіту сызығын, бекіту тігісін жүргізіп, сырып, өте әдемі, асықпай тігіп шығады екенбіз. Қыздар, енді біздің бағанағы орта тігісімізді не істеу керек? Орта тігісімізді торлау керек екен. Торлау машинасымен торлау керек екен. Ол үшін мына әдіптің орта тігіспен шаңқы жерін қайшымен қиып жібереміз. Қиып жібереміз де машинаның лапкасын көтеріп, асықпай қойып аламыз. Іштеке кесіп кетпейтіндей, пышаққа жеткізбей, өйстіп ортаңғы тігісті не істеп шығамыз? Өңдеп шығамыз. Көріну үшін қара жіппен торлап отырмын. Бірақ сіздер ертеңгі күні
өздеріңізге киім тігетін болсаңыздар, шалбар тігетін болсаңыздар, торлау тігістердің де иінесі кәдімгі өзіміздің матамызға сәйкес келуі абзал. Бүгілген әдіптерімізді, бүгіп қайырып көктеген әдіптерімізді, шығыңқы әдібімізді, сол жақ әдібімізді өтікпен не істейміз? Бастыра, ылғалды өтікпен бастыра өтіктеп шығады екенбіз. Әбден өтіктеп шығамыз. Енді қыздар, қосымша әдібімізге түйіліскен жерден 2 сантиметр береміз. 2 сантиметр сызықты белгілейміз. Асықпай, өте мұқият 2 сантиметрді бас жағынан белгілеп алып, оны түзу сызықпен қосып аламыз. Сонан кейін сыдырма бауымызды, қыздар, өңдейміз. Енді сыдырма бауымызды шалбармен қосқан кезде, сыдырма бауымыздың түсі де шалбардың түсімен бірдей болу қажет. Жоғарыда айтып кеткендегідей, бүгінгі көрсетілу сабағы болғандықтан, сыдырма баудың да, әдіптің де түстері әртүрлі болып тұр. Енді бұл әдіптің киімде атқаратын міндеті қандай? Не үшін біз бұл қосымша әдіпті береміз деген сұрақтар туындайды сіздерде. Бұл әдіпті не үшін береді екенбіз? Ертеңгі күні сыдырма бауымыз өз жұмысын атқарған кезде, сыдырма бауымыз қандай жұмыс атқарады? Ашылып, істері жабылады. Сол кезде астыңғы киімдерімізді қысып қалмас үшін мына әдібіміз қорғайды екен. Сол себепті осы әдіпті береді екенбіз. Ең бірінші не істейміз? Сыдырма бауымызды алып, асықпай, мына шалбарымыздың оң жағына көктейміз. Сыдырма бауымызды шалбардың алдыңғы бөлігіне қосып тіккен кезде, қараңыздар, мына баудың мына жерінде кәдімгідей бекіткіш болады. Ол әдетте пластмастан немесе темірден жасалған. Қазіргі түрде ол темірден жасалған. Сол темірден жасалған бекіткішіміз сәл-пәл мына бел кескінісінен сызығынан төмен болу қажет. Не себепті? Ертеңгі күні бұл жоғарғы қиыққа біз белдікті өңдеген кезде, бұл егерде инеге тиетін болса, инеміз не істейді? Сынып кетеді. Сол себептен 7 миллиметр бағанаға бекіткішіміз төмен орналасу қажет. Сөйтіп алып, сыдырма баудың тістеріне 1 миллиметр жеткізбей, бүгілген әдібімізді қосып тігеді екенбіз. Үстіп, тігіске 2 миллиметр жеткізбей, үстел бетінен көтермей, қыздар, үстел бетінен көтермей, қосып көктеп шығады екенбіз. Мұны жапқыш замогымызға жақындаған кезде сыдырма бауымыздың жапқысын жоғары қаратай көтеріп жіберіп, ары қаратай түгелдей қосып көктеп шығамыз. Бұны бағанағы түймелегішпенен түймелеп тігіп шығуға да болады. Бірақ та қолмен көктеу дұрыс болып шығады. Өйткені түймелеген кезде бағанағы сыдырма бауымыздың жылжып кетуі, қозғалып кетуі мүмкін. Сол себепті қолмен көктеген дұрыс. Енді
астына қосымша әдіпті бағанағы берілген сызығымызға сыдырма бауымыздың тісі 1 мм жеткізбей бізге көрінетіндей қылып, сонан кейін қыздар қараңыздар, мына жоғары жақ бел қиығы бірдей болатындай қып теңестіріп түйреп алады екенбіз. Түйреп алғаннан кейін тағы да жанынан не істейміз? Көктейді екенбіз. Өйстіп, екі әдібімізді ортасында сыдырма бауымен бекітіп аламыз. Ерінбейміз, бекітіп аламыз. Өйстіп, қосып, көктеп аламыз. Өйстіп, қосып, көктеп алғаннан кейін ешқандай да сыдырма бау қисық шықпауы тиіс. Енді сыдырма бауымызды машинамен сырып тігеміз. Сыдырма бауымызды арнайы бағанағы не керек деп жатады? Арнайы машинка керек деп жатады. Арнайы машинка, арнайы лапка ауыстыру керек деп жатады. Бұл технологияда лапканы ауыстырудың қажеті жоқ. Қазір оны өздеріңіз көресіздер. Басында мына темірді байқаймыз. Өйстіп бекіту тігісімен жүргізіп алғаннан кейін кішкене алдыға өткеннен кейін инемізді ішке қалтырып, лапкамызды көтеріп, сыдырма бауымыздың жапқышын артқа қайтарамыз да, ары қаратай сыдырма тігісімізді тігіп шығады екенбіз. Бекіту тігісін ұмытпаймыз. Мәне, өздеріңіз көріп отырғандай, дөп-түзу орналасқан. Көбінесе киімде қандай қате кетуі мүмкін, шалбарда қандай қате кетуі мүмкін. Көбінесе осы сыдырма бау бүйтіп жиырылып тұрады. Жоқ, мына бау, мына бір жақ әдіп, екінші жақ әдіптен қысқа болып тұрады. Сол себепті киімнің түрі де көрінбей тұрады. Сондықтан, мұндай болмас үшін қыздар ерінбей жалықпай, 3 рет көктеу керек па технология бойынша, 3 рет көктеп, сөгу керек па сөгіп, өстіп жасау керек. Сонда ғана әдемі, жеке тапсырыста әдемі осындай жұмыс шығады. Қыздар, енді екінші әдібіміздің түймелетін жағын өңдеу үшін біз бірінші мына әдіптің бетін бастырып, жауып шығу керек екен. Біріктіріп, ол үшін мына көктеу сызығы менен ең бастапқы көктеу сызығын біріктіреді екенбіз. Ешқай балақ жағын тартпай, қалай бар, солай ғып бекітіп аламыз. Жоғары жақтан, қыздар, төменге қаратай көктейді екенбіз. Неге төмен жақтан жоғары жаққа? Неге жоғары жақтан көктемейміз? Өйткені жоғары жақтан көктесек, мынандай кішкене посадка отырғызу беріліп қалады екен. Сол отырғызу беріліп қалмас үшін біз мына тұйық жағынан ашық жаққа қаратай көктеу белгісі арқылы түймелігіміздің аузын көктеп, уақытша жауып тастаймыз. Көктеу тігістердің бәрі сіздер білесіздер, уақытша екен, ертеңгі күні бұл ылғал жұмыс жүргізілгеннен кейін бұның бәрі сөгітіліп алып тастайды. Міне өйстіп біріктіріп жауып алдық. Енді сіздерде сұрақтауын туындауы мүмкін. Сыдырма бауымыздың ар жағын қалай енді өңдейміз деп. Ар жағын өте оп-оңай.
бүйтіп балақтың бір жағын ашып көреміз. Қосымша әдебімізді бүйтіп қайырып қоюға да болады уақытша. Уақытша өстіп қайырып аламыз да. Уақытша қайырып алып, тігістің астына түсіп кетпейтіндей қылып, қыздар. Қайырып алған кезде өзі мына сыдырма баудың өзі әдепке қараңыздаршы қалай. Ешқандай көмексіз өзімен өзі орналасып жатыр. Жерлусыз ақ, ештеңкесіз ақ өзімен өзі орналасып жатыр. Енді біз тағы да ерінбей жалықпай көмекші біріктіріп көктеу тігісімізді тағы да бастырып шығамыз. Оның бастыруы шет жақтан алса да болады, жанынан алса да болады. Бұл көктеу тігістің атқаратын рөлі сыдырма бау мен әдіпті біріктіріп ұстап тұр. Енді қыздар, осыны тігін машинасымен тігіп шығамыз. Так, бастаймыз. Енді қыздар, тігін машинасымен сыдырма бауымыздың екінші жағын асықпай тігіп шығамыз. Кішкене жүргеннен кейін ары қарата өстіп бекітіп сыдырма тігіспен қосып тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін сыдырма тігісіміздің жұмыс жасау міндеті қалай екенін тексеріп көреміз. Өздеріңіз көріп отырғандай бәрі ойдағыдай шықты. Енді бұл жерде бізде не жетіспейді? Бұл жерде бізде екі рөл атқаратын. Әдепті бағана сыдырма бауымен ұстап тұратын тігіс, және де ол тігіс декоративтік әдемілік үшін берілетін тігіс жетіспейді. Ол тігістің формасы әртүрлі болуы мүмкін. Мына жерге доғал келуі мүмкін, төртбұрышты келуі мүмкін, ромбы тәріздес келуі мүмкін, әртүрлі келуі мүмкін. Ол бағанаға өзіміздің ойластырған моделімізге байланысты береміз. Біз оны шаблон арқылы да беруге болады. Біз оны өзіміз қазір сызғышпен сызып белгілеп аламыз. Қыздар, ол бағанағы декоративтік тігісіміздің ені, шетінен, әдіптің шетінен ені қанша болу керек? 3 сантиметр болу керек. Оны бүйтіп басынан аяққа шейін беріп аламыз, белгілеп. Асықпай, әдемілеп, борымызбен сызып аламыз. Сызып болғаннан кейін, мұны өңделетін, бекіту тігісі жүргізілетін жер, ол мұна тігіс аяқталған, ашық тігіс аяқталған жерден бекіту тігіс салу керек екенбіз. Ол осындай доғал болып, әдемі болып суреттеледі екен. Мұнда айта кететін тағы бір жағдай, бұл жерде бағанағы тігісіміз қатты шектеу, темір шектеуге келіп қалмау керек. Егер де темір шектеуге келетін болсақ, тағы да бір рет айтам, енеміз сынып кету мүмкін. Ал енді осы берілген сызығымыздың үстінен әдемілеп не істейміз? Енемен жүргізіп шығамыз. Берілген сызық бойынша асықпай, өте әдемі қып, мұна жерді машинкамен тігіп шығамыз. Енді қыздар, мұна астында 2 сантиметр тағы да қосымша берілген әдебімізді қайырып тастаймыз. Не себепті қайырып тастаймыз? Ол бірге тігіліп кетпес үшін қайырып тастаймыз. Оның өзі қосылатын кезі болады, соны қазір көрсетемін. Бекітіп бастап, бекіту тігісін ұмытпай,
түзу тігіспен аяқталуға бір 3 сантиметр қалған кезде инемізді ішіне қалдырып, лапкамызды көтеріп, бағанағы әдібімізді жауып, әдемілеп, инемізді қайтадан төмен қаратып орнына қойып, көп машинамен көбіп шығамыз. Мына жерде өте мұқият болайық, өйткені бізде мына жерде стер болуы мүмкін. Стерді абайлап, өстіп қолмен айналдырып шықсақ та болады. Көбінесе модель бойынша аяқталу кезінде мұнда зигзагпен, мелкий зигзагпенен жүргізіп бекітеді. Міне осылай. Үстіп түймелігімізді, сыдырма түймелігімізді осылай қыздар дайындайды екенбіз. Енді осыдан ары қаратайғы жұмысымыз біздің бағанағы жартылай дайын түймелігімізді тағы да ашып көрсетейік қыздар. Мынаның бәрін жартылай дайын түймелігімізді неден тазалайды екенбіз? Көктеу жіптерден бәрінен тазалап шығады екенбіз. Асықпай, бағанағы өзіміздің машинка тігісімізді сөгітіп алмай, сөгкішпенен көктеу тігістеріміздің бәрін тазалап, сонан соң бұның ашылып жабылу функциясын тағы бірде тексеріп, өздеріңіз қараңыздар, ешқандай ақау жоқ, ешқай жерде ештеңе жиылып тұрған жоқ. Жоғар жақта белдік орналасады және түйме орналасады түймелікпен. Енді бұның артқы жағын өздеріңізге керек болса, мұна берілген бауменен бірге кесіп тастауға да болады, кесіп түзетіп алуға да болады. Кесіп түзетіп алып, бүйтіп бір қалыпта қалдырып, торлау машинасы менен торлап шығасыздар. Сонда түймелігіміздің астыңғы жағы да өте әдемі болады, және үстіңгі жағы да әдемі болып көрінеді. Бүгінгі сабақты тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.